Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2014 жылы шыққан шынайы оқиғаға негізделген «Несломленный» фильмін қысқаша айтып беремін. Опусти глаза! Фильм басында екінші дүниежүзілік соғыс уақытында Жапония жеріне келе жатқан бомбалаушы ұшақтарды көреміз. Луи Замперини деген жігіт басқа экипаж мүшелері секілді тапсырманы орындау керек. Олар белгіленген жерге келген соң Луидің бұйрығымен Жапония жеріне бомбаларды тастайды. Бірақ қайтатын кезде оларға жапониялық истребительдер шабуылдайды. Олар әуеде шайқас жүргізіп жатқанда бомба тастағыштың есігі жабылмай қалады. Луи оны қолмен жапқысы келеді және экипаж мүшесіне оқ тиіп ауыр жарақат алады. Ұшаққа да зиян тиеді. Ұшқыш Луиға олардың базасы 5 сағаттық жерде екенін және жерге құлайтынын хабарлайды. Олар ұшақты жерге әрең қондырады. Луи бала кезінде жолы болмай полицияға көп ұсталған. 12 жасында ішіп шегіп ұрлықпен де айналысқан. Өз құрдастарымен де төбелеседі. Полиция оны ұстап алып үйіне апарады. Оның не бүлдіргендерін айтып береді. Әкесі оны дұрыстап тәрбиелеп өзгерткісі келеді. Бірақ Луи оны тыңдай бермейді. Бір күні бейсбол алаңында оның ішімдік ішіп отқан жерінен көріп қалады. Ол қашып бара жатқанда ағасы оның тез жүгіріп бара жатқанын байқап қалады. Ағасы оны жаттықтырып жүгіруші болуға көндіре бастайды. Ағасының көмегімен ол жаттығуларда жақсы нәтиже көрсетіп, уақыт өте келе жарыстарда бірінші орын алып жүреді. Бір жарыста жүгіру кезінде қасындағы қатысушы оған аяқ салып, ол қалып қояды. Бірақ Луи қайтадан бар күшін салып бәрінен озып кетеді. Ол өз қатарластары арасында рекордсмен болады. Сол үшін Америкадағы Олимпиада ойындарына шақырту алады. Жарыста ол 5 километр жүгіру керек. Жүгіру басталып, біраз жүгіргеннен кейін Луи соңында қалады. Бірақ финишке жақындағанда ол бар күшін салып жүгіріп, бірнеше қатысушыдан озып кетеді. Ол ұтқан жоқ, бірақ соңғы айналымда 56 секундта жүгіріп, әлемдік рекорд орнатты. Луидің арманы 1940 жылы Токиода болатын келесі олимпиадалық ойындарда медаль ұту еді. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталып, ол арманы орындалмады. Луи жүгіруді жалғастыра береді. Бірақ оған оның командасы құтқару операциясына қатысатынын хабарлайды. Олар ұшып бара жатқанда ұшақтың қозғалтқыштары істен шығып, олар мұхитқа құлайды. Луи, Фил және Мак қана тірі қалады. Үшеуі қайыққа отырады. Мактың ойынша олар тірі қалмайды және мұхитта оларды ешкім таппайды. Бірақ Луи мен Фил олай айтпа дейді. Оларда азғандай шоколад пен су бар. Луи оларды күніне аз-аздан үнемдеп жейміз дейді. Таңертең олардың үстінен ұшақ өтеді. Олар пистолет арқылы белгі береді, бірақ ұшақ оларды көрмейді. Олардың көңіл күйлері түседі және Мак түнде шоколадтың бәрін жеп қойғанын біледі. Луи оған ашуланады. Ол қайыққа қонған құсты ұстап алып, олар оны жейді. Бірақ шыдай алмай қайтадан құс бастайды. Және сол құс арқылы балық ұстап, оны шекелей жейді. Мұхитта дауыл болады. Содан кейін жаңбыр жауып, олар бөтелкелерін жаңбырдың суымен толтырады. Олар аспаннан тағы бір ұшақты байқайды. Сосын Луи қалған ракеталарды атады. Ұшақ оларды көріп кері бұрылады. Бірақ бұл жапониялық ұшақ және ол үшеуіне оқ ата бастайды. Олар аман қалу үшін суға түсіп кетеді. Олардың қайығын жарып кетеді. Бірақ амалын тауып қайықтың тесіктерін жамайды. Олардың мұхитта қалып қойғанына 35 күндей болды. Мактың жағдайы нашарлап, ол аштан өледі. Фил мен Луи тірі қалады, бірақ олардың да жағдайы мәз емес. Олардың тіпті сөйлеуге әлдері болмай қалады. 47-ші күні оларды жапониялық кеме тауып алады және олар соғыс тұтқындарына айналады. Бір күні Луиді жауапқа тарту үшін камерадан шығарып алады. Жапондық полковник оның олимпиадалық спортшы екенін біліп, америкалық ұшақтардың жаңа модельдері және бомбалау орындары жайлы сұрайды. Олардан жауап алып болған соң жапондар оларды Токиодағы басқа түрмеге жібереді. Ватанабе есімді түрме командирі өте қатал және оның сөзінше барлық тұтқындар Жапонияның жаулары. Ол Луиға қарап, оны таяқпен ұрады және екінші әрі көзіме қарама деп ескертеді. Келесі күні барлық тұтқындарды сапқа тұрғызып, олардың арасында олимпиадалық спортшы бар екенін айтады және Жапон мен Луиді жүгіріп жарыстырады. Әлсіздіктен Луи жерге құлап ұтылып қалады. Содан кейін командир оны сабайды. Тұтқындар ұрланған газеттер арқылы соғыстың мән-жайын біледі. Олар жауға көмектеспейміз деп келісіп алады. Оларға ауыр жұмыс істетіп қояды. Бір күні командир олардың жататын жерінен карта тауып алады. Оны тұтқындардың біреуі сызған. Ватанабе оны аяусыз сабайды.
Ол түнде Луиді себепсіз ұйқыдан оятып алып сабайды, себебі оны жек көреді. Бірнеше күннен кейін Луиға Токио радиосынан бірнеше адам келеді. Олар Луидің Америкада ресми түрде өлді деп жарияланғанын айтады. Оны радиостанцияға апарады. Ол жерде Луи отбасына тірі екенін айтады, бірақ жағдайым жақсы деп өтірік айтады. Отбасы оның сөздерін радиодан көздеріне жасалып тыңдайды. Содан кейін радиоға апарған адамдар Луиға келіп, радиоға қағазға жазылған сөздерді оқы деп айтады. Жапондықтар оны ойлағаннан бас тартқызып түрмеден шығаруға ұсыныс жасайды, бірақ Луи ол ұсыныстан бас тартады және түрмеге қайтып келеді. Түрмеде командир оны күтіп алып, басқа тұтқындардың бәріне оны ұруға бұйырады. Луи олардың бәрінен таяқ жеді. Бірнеше күннен кейін Ватанабе Луидің қасына келіп жақсы жаңалық айтады. Оны қызметте көтерген және ол басқа жерге ауысып кетеді. Түнде түрмені бомбалағаннан кейін тұтқындарды басқа лагерге ауыстырады. Ол жерге барғанда Луи бұрынғы командирін көреді. Ол Луиді көріп көзіне қарауға бұйырады, бірақ Луи оны жасамағасын оны ұрады. Келесі күні барлық тұтқындар жұмыс жасайды. Жұмыс баржаға көмір тиеу еді. Бірнеше ауыр жұмыс күндерінен кейін Луиді күзет итеріп жіберіп, ол аяғын сындырып алады. Келесі күні жұмыс уақытында Луи демалу үшін жұмысты уақытша тоқтатады. Күзет оны байқап қалып, ағаш бөренеге апарады. Жазалау ретінде Ватанабе ағаштың біреуін алып, басынан жоғары көтеруге бұйырады. Луи солай жасайды. Содан кейін командир күзетке ағашты түсіріп алған жағдайда оны өлтірің дейді. Луи қиналса да ағашты көтеріп тұрады. Ал Ватанабе оны беріледі деп ойлады, бірақ Луи командирдің көзіне қарап, ағашты одан да биік көтереді. Тұтқындар оған риза болады. Командир ашуланып Луиді сабап тастайды. Луи сол жерде есін жоғалтып, түнге дейін жатады. Таңертең офицер тұтқындарға соғыс біткенін хабарлайды. Соғыстың аяқталғанын тойлау үшін ол тұтқындарды өзенге шомылуға апарады. Тұтқындар өздерін ол жерде өлтіреді деп ойлайды, бірақ кетіп бара жатқан америкалық бомбалаушы ұшақты көріп, соғыстың біткеніне көздері жетеді. Луи туған жеріне оралады. 1946 жылы Луи үйленеді. Кейін баласы мен қызы туылады. Фил да соғыстан аман қалып үйленді. Ал Ватанабе Америкада оны босатқанға дейін әскери қылмыскер ретінде жасырынып жүрді. Бірталай уақыттан кейін Луи Жапонияға барып, барлық тұтқындарды тауып, олармен тіл табысқан. Бірақ Ватанабе онымен кездесуден бас тартқан. Луидің арманы 80 жасында орындалып, Жапонияда Олимпиадада жүгіреді. Осымен фильм аяқталады. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.